Қайырлы түн, құрметтілерім, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мынандай бір жақсы тақырыпта біліммен бөліскім келіп отыр, қорқыныш деген. Негізі екі түрлі қорқыныш бар. Биологиялық қорқыныш және психологиялық қорқыныш. Биологиялық қорқыныш ол кәдімгі табиғи қорқыныш. Бізге шын мәнінде бір қандай да бір қауіп төніп тұрғанда қорқу. Яғни арыстан келе жатса, не болмаса адам нападение жасаса деген сияқты. Ал психологиялық қорқыныш ол неге байланысты? Рациональный и нерациональный қорқыныш деп айтады. Яғни прям шынымен болып тұрған қорқыныш, не жоқ қорқыныш. Биологиялық қорқыныш дегенде ол бәріне түсінікті. Ал енді мынау психологиялық қорқыныш деген, енді бұл жерде адам өте терең жұмыс істеу керек. Негізі қорқыныштан адам қаншалықты қашса, қорқыныш соншалықты өсе береді. Негізі шындығында именно сол қорқыныштың артында сіздің қаншама энергияңыз, өсу деңгейіңіз тұр. Негізі қорқыныш ол жай сигнал да. Жай сигнал. Егер сіздер қорқыныштан қаша берсеңіздер, онда сіздер ешқашан қалаған мақсаттарыңызға жетпейсіздер. Ал енді қорқынышпен күресе беруде дұрыс емес. Понимаете? Енді қараңыздар. Қорқыныш ол міндетті түрде тәжірибе бірінші. Яғни опыт. Балалық кездегі болған бір жағдай, қорқыныш, сол қорқыныш қалып қойған. Понимаете? И ол қорқынышты жылдар бойы жаңағы укрепляет дейді ғой, оны күшейте бастаймыз біз. Одан да қатталып күшейте бастаймыз. Кез келген адамда программа болады. Өте аз адам жақсы программасы бар. Көп адамда негативный, жаман программада балалық кезден. Ол деген сөз әке-шеше жаман деген сөз емес. Осыны точно түсініңіздер. Шын мәнінде менің практикамда көріп жатқаным, енді действительно әке-шешесінен зұлымдық көрген, суықтық көрген, жолдық алмаған тәжірибе көп. Дегенмен де біздің бір түсінетін нәрсеміз, біз ол кезде кішкентай бала емес, біз үлкен адамбыз, бірақ сол кішкентай кездегі балалық қорқынышпен әлі өмір сүріп жүрміз. Сіздердің дәл қазіргі үлкен жастағы қорқыныштарыңыз ол міндетті түрде басы балалық шақтан басталады. Және қорқыныш ол дененің есінде қалып қойған бір сезім, реакция. Бірақ қорқынышты жеңесің тек қана қорқынышты қабылдап қана. Қорқыныштың себебі біріншісі опыт болса, екіншісі бұл қоғамдық программа. Қоғамдық программа. Біз программаны ата-анамыздан ғана алмаймыз, одан кейін қоғамнан аламыз. Одан кейінгісі воображение дейді, яғни елестету. Мен айтамын да, мынау кедей адамдардың фантазиясы өте мықты да, бірақ фантазиясы жаман картинканы елестету өте мықты. Сол жерде жаман картинкадан гөрі жақсы картинканы фантазировать етсе деймін да мен адамдарды. Жоқ, соншалықты негативный программамыз сіңіп қалған әрбір клеткамызға. Біз сразу жаман картинканы елестете бастаймыз. Қорқыныш ол әрдайым не туралы айтады? Бұрынғы өткен опыт, бірақ қорқыныш болашақ. То есть бұрынғы өткен опыт арқылы, реакция арқылы, бірақ болашақтан қорқамыз. Анау былай болып қалса, мынау мынандай болып қалса деп. Понимаете? Қазір сіздерге қорқыныштан қалай құтылу керек деген бір ғана техниканы көрсетемін. Қорқыныш біздің табиғи сезіміміз, бізді қорғайтын. Қорқыныш ол бізді қорғау үшін берілген сезім. Ал енді өскен кезде біз бір нәрсе істейін десе қорқамыз, бала шағамызға қорқамыз, күйеуіміз тастап кете ме деп қорқамыз, ақша жетпей қала ма деп қорқамыз да. Негізі бұндай ауқымды қорқыныштардың бәрін кетіру үшін онымен өте сауатты жұмыс істеу керек. Бірақ сіздерге қазір қорқыныштан құтылудың бір техникасын ұсынамын. Мысалы, сіз бір нәрседен қорқасыз. Маңызды емес, неден қорқасыз? Мысалы, бір нәрседен қорқасыз. Сіз бір нәрседен қорыққан сайын не деп тұрсыз?
менде қорқыныш бар деп тұрсыз. Түсінесіз ба? Құранда не деп айтады? Бар деген нәрсеңді бар қыла берем, жоқ деген нәрсеңді жоқ қыла берем дейді. Яғни сіздер постоянно қорқынышпен күрескен сайын менде қорқыныш бар, менде қорқыныш бар, менде қорқыныш бар деп тұрсыздар. Понимаете? Енді қараңыздар. Дәптер ручка аласыз да жазасыз. Мен неден қорқам деп. И өзіңіздің қорқынышыңызды жазасыз. Мысалы, мынандай нәрседен қорқамын деп. Хорошо. Не жаман нәрсе болуы мүмкін дейсіз. Бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау, төртінші мынау. Мысалы, осындай нәрседен қорқам. Хорошо. Дәл солар бола қойсын. Олар болса не жаман нәрсе болуы мүмкін? Вот болды, сіз қорыққан нәрсеңізді өміріңізге тартасыз. Жарайды, солар бола қойсын, не болуы мүмкін? Ақыр соңында точно ешнәрсе болмайды. Понимаете? Себебі сіздер қорыққан сайын оны тарта бересіздер. Ал енді дәптер ручканы алып, мынандай болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін деп бүкіл болуы мүмкін деген жаман нәрсенің бәрін жазасыз да, и не деп айтасыз? Мен оны қабылдадым деп. Потому что сіз қабылдамағанша қорқыныш кетпейді. Түсінесіз ба? Мысалы, маған бір клиент келді. Айдаладағы бөлек өмір сүретін баласы мен келінін ажырасып кетеді деп қорқады, мысалы. Мен айтам, давайте жазайық. Ажырасып кетсе не болуы мүмкін? Жаза береміз. Енді ол жерде бір қорқыныштың ішінде қаншама адамның проблемасы шығады. Мысалы да, ажырасып кетсе, ойбай, жоқ, мен не могу так дейді. Неге не можешь? Құдай басыңа салып тұрса, көресің ғой, қайда барасың, мысалы да. Яғни, ажырасқан жаман деген программасы бар. Хорошо. Сіз еш нәрсе істей алмайсыз, ал ажырасты, ал не болуы мүмкін? Балам ішіп кетеді дейді. Значит, баласын әлсіз еркек ретінде қабылдайды. Понимаете? Кез келген проблемамен үлкен адам разбираться ете алады. Кез келген проблеманы, сынақты үлкен адам көтере алады, негізі. Демек, бұл жерде екінші программа менің балам әлсіз деген программа. Үшінші, тағы не жаман нәрсе болуы мүмкін? Немерелерім бар. Немерелеріңіз өліп қалмайды ғой, немерелеріңіз көріп тұрасыз ғой. Басыңызға шынымен жазса, по-любому, егер басыңызға жазса, егер сіз дәлше қорқа берсеңіз, ол точно солай болады. Немерелеріңіз өліп қалмайды ғой, бұл немерелеріңіз тірі ғой, көруге болады ғой. Қалған уақытыңызда заң бойынша барып көріп тұрсаңыз болады. Иә дейді, иә, көріп тұруға болады. Көресіз, ничего страшного. Күнде ұрыс керістен гөрі екеуі екі жақта тұрып, бала шағаның психологиялық денсаулығы дұрыс болған жақсы ғой, мысалы қарап тұрсаң да. Жақсы деп оны қабылдадық, зорға дегенде де, например. Дальше жұмыс істедік. Енді мен айтам да, қараңыз. Біріншіден, ажырасу жаман деген сізде программа бар деймін да. Ажырасқандардың барлығы жаман өмір сүріп жатқан жоқ, мысалға. Қабылдау керек. Бұл өмірдегі кез келген нәрсені қабылдау керек, себебі жаман деген нәрсе жоқ. Ажырасып екінші рет бақытты болып жатқандар көп, мысалға. Ажыраспастан пәленбай жыл өмір сүріп, 40-50-ге келгенде өкініп отырғандар көп, кезінде ажырасып кетпеппін, бәрібір өзгерген жоқ деп, мысалда. Ажырасу ол жаман емес. Тағдырға жазса, онда көрерміз дегенді қабылдау керек. Екінші, ана баласының әлсіз екеніне, ана баласын қай уақытта әлсіз санайды. Ананың өзінде сенім болмағанда, өзінің баласын кішкентай әлсіз адам ретінде қабылдағанда. Үшінші, әлемге сенбегенде. Мен айтам да, пока сіз балаңызды әлсіз деп қабылдайсыз ба, ол сондай әлсіз болады. Алдын ажырасқанда ол ішіп кеткен дейді, ішкен дейді. Ойланып, бір күні келіп, жоқ, мен бала шағамсыз, әйелімсіз өмір сүре алмайды екенмін, мен бала шағаммен, семьяммен қосылам деп айтты дейді. Мен айтам да, ішу ол босаңсығысы келу да, адамның өзінің проблемасынан қашқысы келгені. Сол моментте оған ол керек болды. Ойлану үшін, ұмыту үшін, күресу үшін да өзімен өзі. Бірақ бір күні келіп, мен отбасымен қосылам деп айтты да, мысалы. Ол тек қана мықты еркектің ғана қолынан келетін нәрсе. Әлсіз еркектер қатынмен қатынды айырбастап жүре береді, мысалға да. Но бұл деген бір ажырасу жаман деген сөз емес. Бұл әлемде жаман деген нәрсе жоқ вообще.
Бірақ мен айтамын да, сіздің балаңыздың соншалықты күшті еркектігі, ол өзінің семьясын сақтап қалуға шешім қабылдады деймін да. Біріншіден, сіз балаңызды әлсіз еркек ретінде көрмеңіз. Себебі сіз балаңыздың отбасына араласқан сайын, сіз балаңызды әлсіз деп тұрсыз, біріншіден. Екіншіден, кез келген сынақты менің балам көтере алады дегендей бір сенім болу керек. Ол күшті деген бір сенім болу керек сізде деймін да. Хорошо. Ал енді немерелер, сіз қасында болсаңыз да, сіз қасында болмасаңыз да, сіз бар болсаңыз да, сіз жоқ болсаңыз, ол өсет, өнет, Алла өзінің қамқорлығымен бір бағып қағып алады. Понимаете? Мені келінім ұнатпайды дейді да. Мысалы, мен конкретно бір пример туралы айтайын, иә. Мені келінім ұнатпайды дейді да. Мен айтамын, сіз келініңізге не істейсіз? Ол ұнатпайтындай десе, мен ешқандай жаман нәрсе істемеймін, дейді да. Бірақ ертесіне айтып тұр да маған, менің келінім жазыпты маған, біздің отбасымызға араласпаңыз, өзіміздің проблемамызды өзіміз шешеміз деп жазыпты да. Мен айтамын, кеше сіз араласпаймын деп айтқан едіңіз ғой, значит араласады екенсіз ғой десем, енді анау менің немерелерім ғой деп ше. Біз бір нәрсені түсінбейміз да. Біз көршіміздің отбасына барып араласпаймыз. Бірақ бала шағамыздың отбасына барып араласа береміз. Хотя екеуі бірдей адам. Мынау да жеке адам, мынау да жеке адам. Біз ойлаймыз да, мынау менің бала шағам, не қаласам соны істей аламын деп ше. Понимаете? Ал шын мәнінде көшедегі адамға қалай араласпайсыздар? Өз бала шағаларыңызда семьясына деген сондай бір құрмет сый болу керек. Көшедегі біреудікіне аралассаңыздар, барып итің соғар дейді ғой. Бала шағаң әйтеуір бала шағаң болған үшін сыйлап үндемейді негізі. Біздің жаман әдетіміз соншалықты бір деңгейіміз төмен, бала шағамыздың отбасына қалай болса солай араласып үйренгенбіз. Шын мәнінде келін ешқандай жаман нәрсе айтып тұрған жоқ, просто біздің отбасымызға араласпаңызшы деп жатыр. Бірақ клиентім де ақылды клиент, құлыным, хорошо, түсіндім, просто немерелерім болған екен, көмектесейін деген ғой деп айтып та қойыпты. Болды. Красиво, әдемі бітіреді историяны осылай, кейіп ақылды әйелдер. Болды. Бұдан кейін сіздер нені түсінулеріңіз керек? Араласудың керегі жоқ. Понимаете? Ойбай, олардың кредиті бар. Шаруаңыз болмасын. Сіз Алла емессіз. Алла оларды өзі бағып, қағып, асырап алады. Өзінің өмірден алатын опытын алғызып. Бұл жерде не айтайын деп тұрмын? Әйел адам өзінің өмірімен емес, басқа адамның өмірімен шұғылданғанда, енді діни тілмен айтатын болсақ, Құдай оған всегда сондай бір көңілге ұнамайтын ситуациялармен көрсетіп тұрады да. Сен менің рөлімді алма, өз өміріңді сүр. Біреудің өміріне араласпа, олардың өзінің өмірі бар, өзінің алатын опыты бар, өздері шешеді, өздері үйренеді өмір сүріп деп. Бірақ бізде көп әйелдер 50 болсын, 60 болсын маңызды емес. Әрбір адамның өзінің жеке өмірі қызық болу керек өзіне. Маңызды, әдемі болу керек, өзіне ұнайтындай болу керек. Не үшін? Алладан биік ешкімді еш нәрсені қойма деп айтады. Пока саған өзіңнің өмірің өзіңмен, жалғыз өзіңмен қызық болмағанша, сенде әртүрлі сынақ бола береді. Себебі сен діни тілмен айтатын болсақ, Алладан жоғары бір нәрсені біреуді қойып алғансың. Бізде часто не? Бала шағамызды, күйеуімізді, ақшаны қойып аламыз, иә, биік. И, соответственно, сол нәрседен көп сынақ жейміз. Енді жаңағы немерелеріме киім алып берейін ба, көмектесейін ба деген әңгімеде ой айтамын да мен, сіз әжептәуір жасқа келдіңіз. Осынша қиналып, уайымдап өмір сүргенше бір жолы курс алып, окончательно өзіңізді тазалап алсаңыз қандай тамаша болар еді десем, оған ақша жоқ дейді да. Бірақ анау бала шағасының семьясына араласып, кредитін төлеп, немерелерінің киімін түгендеп жүруге ақшасы бар да, былай қарап тұрсаңыз. Не үшін бізге жан-жағымыздағы туғандарымыз менің отбасыма араласпа деп сізді бүйтіп түртеді? Не үшін? Сіз отбасыңызға образын айтқанда керек емессіз. Себебі сіз өзіңізге керек емессіз. Сіз өзіңізге керек болмаған үшін жан-жақтағы адамдарға керек емессіз. Потому что егер сіз өзіңізге керек әйел болсаңыз, сіздің келініңіз де, бала шағаңыз да, немереңіз де бәрі сізге жабысып қалар еді. Понимаете? Біздің жан-жағымыздағы адамдар всегда біздің өзіміздің ішіміздегі проблеманы көрсетеді. Мысалы, кейбіреулер бала шағасымен, келіндермен тұрғысы келеді, бірақ онымен бала шағасы келіндері тұрғысы келмейді. Мысалы, мен бала шағамен келінмен тұрғым келмейді, а олар маған жабыса береді. То есть, мама деп, сізбен тұрғымыз келеді, сізбен болғымыз келеді деп. Себебі маған өзіммен өзім қызық. Мен
алладан ешкімді жоғары қоймауды үйренген адаммын, понимаете? Сондықтан бала шағам, немерем, келінім маған жабысып қалған. Әрине, бала шағаң сенен қашатын болса, ол неприятно, любой әйелге неприятно, бірақ менде осы не үшін болып жатыр деу керек та. И бұл жерде бала шағаны, келінді кінәлаудың керегі жоқ. Сен басқаларға керек емессің ба, значит сен өзіңе керек емессің деген сөз. Понимаете? Көрмейсіздер ме? Курсты алып, жақсылап өзіңізбен шұғылданыңыз десең, оған ақша жоқ та, бірақ ана бала шағаның кредитін төлеп, немерелердің жоқтығын түгендеуге ақша бар. Былай қарап тұрсаң, көпті ақша таппайды. Сол үшін қорқынышты толық қабылдайсыздар. Қорқыныш не болуы мүмкін? Мынандай болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін. Барлық жамандықты жазыңыздар да, и айтыңыздар. О Алла, мен осы жаман деген жақтың бәрін қабылдадым. Болды. Тіпті сол жаман деген нәрсенің өзі болған күнде де ешкім өліп қалмайды екен. Самое главное, барлығы аман есен екен. Солай болу керек болса, значит солай болсын. Мен соны қабылдадым. Болды, бүгіннен бастап күреспеймін. Қабылдадым деп. Жаман деген ситуацияның бәрін қай уақытта қабылдайсыз? Дальше техниканы жалғастыратын жақтары бар, конечно. И сол кезде ол қорқыныш өзінің күшті күшін жоя бастайды. Понимаете? Ал совсем терең келетін болса, қорқыныштың анау балалық кезде пайда болған тамырын жою керек. Және мына денедегі үйреніп қалған қорқынышты до конца окончательно жоқ қылу үшін өзінің бір көптеген техникалары бар. Потому что ол қорқыныш мына денеге реакция ретінде сіңіп қалған. Ол сіз тек қана бала шағаңызға байланысты жерде ғана қорықпайсыз, ол қорқыныш бар ма, сіз любой нәрседен қорқа бересіз. Ол бала шағаға арналған қорқыныш емес қой. Ол қорқыныш тіпті бала шағаға арналған қорқыныш емес. Бұл қорқыныш әйелдің өзінің ішіндегі қорқыныш. Әлемге сенбеу деген қорқыныш, понимаете? Когда-то балалық күнде әлемге деген сенімдігін жоғалтып алған бір ситуацияда болды. Сол сенімсіздігін барлық жерде көрсете береді. Ол енді бала шағасына ғана арналмаған, ол любой ситуацияда кездесе береді. Понимаете? Поэтому егер бойларыңызда қорқыныш бар болып, қорқыныштан қалай құтылсам екен деп ойлап жүрсеңіздер, осындай бір техниканы ұсынамын.